Әңгіме айт, брат. Қай жақтан боласың? Ешқай жақтан. Мен елеспін. Қайдағы елес? Қатырасың не, брат? Шын айтам, мен елеспін. Қой тиме, брат. Қумашиш. Сенбесең, қазір 200 метрдан кейін бір жігіт шығады, қолына көк пакет ұстаған. Асау, брат, қалаға. Отыр. Жақсы болды. Ешкім тоқтамайды, брат, екеуің бір-бірін танитын сияқтысыңдар ғой, да? Жаңа артта отқан брат айтқан, қазір алдан көк пакет ұстаған бір жігіт шығады деп. Дәл шықтың ғой, брат? Брат, сен кіммен сөйлесіп отырсың? Артта ешкім жоқ. Айттым ғой мен саған. Мен елеспін. Осылай тонаймыз ғой, короче, машинаны. Қалай? Мына бар ғой, кайф идея ғой. Кеттік па? Алло. Алло. Қайдасың? Қатып қалдық қой яқта. Машина тоқтамай жатқан жоқ дейсіз бе енді? Бұрш. Бір машина келе жатыр, тұра тұр, давай. Ассалаумағалейкум, брат, қалаға. Отыр. Алға отыр. Кет, отыр. Қалаға ма? Сау болсын. Не болып, брат? Қалаға дейін. Ренжіме, брат, орын жоқ. Қалай орын жоқ? Орын жоқ па енді? Қалай орын жоқ? Орын жоқ деп орын жоқ па? Жетпесің енді. Қалай орын жоқ? Таза малсың ғой, мал. Қарамайсың ба артына? Көрмей қалған жоқ беспін бе? Не істейміз ал енді, айтшы ал. Білмеймін, 1000 теңгеден басқа дым ақша қалған жоқ. 1000 теңге? Оқыш. Беш маған 1000 теңге. Мен саған 10.000 теңге алып қайтарам. Жыбы мнение бар менде. Берші. Тасташы болды, тасташы. Не істейміз ал, айтшы ал. Бір рисковать етейік те енді сөйтіп бірдеңе жасайық та. Таза көті қисеған адамсың ғой, көті. Мал. Берші. Хорош, о, красавчиксың. Не деді? 10.000 бар ғой, досым. Қош 10.000 деп отылдық па? Болды, досым, кеттік, қайтайық, досым. Тасаш болды. Қайдағы қайтқан досым, қол жанып тұрған кезде. Не деді? Прикинь бар ғой. Қанша? 100.000 бар ғой. 100.000? Кеттік жер квартира төлеп тек, досым, болды. Досым, сол квартираны бар ғой. Қазір сатып аламыз. Красавчик, досым. Досым, 500.000 болды ғой. Болды, кеттік, досым. Кеттік, қайтайық. Досым, маған сенесің ба? Сенем ба саған, досым, бірақ шешіп алайыншы, кеттік. 1 миллион қылам ол қазір досым. Тасаш, досым, болды. Мына жердің иесі бар ғой, жұрттан родной 2 миллион бере тұршы маған, мыналардың ақшасынан құтылып тастайық деп айтатын болады қазір қарсы сөзін. 1 миллион қыламыз, 1 миллион. Да? Так, Мика битші, жетінің бой түгел жақшы. Малсың ғой таза. Керек 500.000 теңге кетіп жататын жеріміз ғой. Досым, ондай ақшаның берекесі болмайды дейді ғой. Кетейші. Ема, дос, көрінбей өқ бойға жүт қалдың ғой. Мынау дейсің ба? Исмағұлова Алиса, стоматолог. Стоматолог!
Мынау. Ұстап алсам аяғын сындырам сені. Мынау. Көрдің ба? Басымызға тиіп кетті задым. Бандам, тасыш болды, кеттік жүр. Нүтшімді лақтыра бере ме не? Байқамай қалған шығар, болды, тасыш енді кеттік. Байқамай қалдым. Алиса. Алиса, сабыр сақташы. Өтінем. Алиса. Жоғал! 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 Не істейміз квартираны? Досым, мен тұрғанда уайымдамашы. Мен сені далада қалдырмаймын ғой. Өзім шешем. Тым саспа. Ақын дана бойлар ұқсап кетті ғой. Ой, досым уайымдама, өзім сөйлесем деп. Орыс қой енді. Орыс қой саған. Бағана айттым мен саған, 500 мың ұтып тұрған жерде кетіп қала қойық. 100 мың теңгеге квартира аламыз, қалған 400 мың теңге өзімізде қалады. Жоқ, досым, уайымдама. Бәрі нормально. Дерсің ма квартира қалай? Мықты екен да? Давай ортасынан бөліп арта квартираны жүріп қойық. Далбан, қазір не табасың енді? Түннің ортасында. Тапқанда да ақшаңда жоқ қой сен төлейтін. Ұйықтайсың осың машина ішінде. Брат. Брат. Ей, брат. О, машишы! Максима, брат, ну? Ё-моё! Бастарын істемесеңдер жеттір, қосында бұл кетші қайда такси? Аниматор едік қой, брат, тойар алу керек болып отыр срочно. Қандай матыр болсаң да кетші, адам зәресін алдың ғой, ё-моё. 20 мың теңге береміз, брат, 3-4 жерге апырып келе қойыңдаршы. 20 мың. Қай ресторан? Чё там жеттір осылай жүргеннен пайда бар ма? Шыны керек, брат, мақтанған емес, заказ көп қой. Енді ату үлгіре алмай жатыр қой заказдарға. Қалада вообще аниматорлар жоқ. Осы тұрғанда кәдімгі жарты заказға атпен соқтып жатыр қой. Құрыш? Қанша табасыңдар сонда ішіп жүргенде? Әр кезде арғалаймын, брат, енді. Примерно. Жоқ дегенде 150 мың. Айға ма? Айға. Күнге 150 мың, брат. Серьезно ма? Все, давай жақсы жігіттер. 20 мың. Санашы тағы да. Несін сондай бересің құрсын? 5 мыңдықтан міне 4 емес пе? 20 мың емес пе? Все, онда әкел. Досым, бершейші маған. Мен саған 200 мыңдық берем. Бере қойдам. Годыңызды қысыңыз енді. Досым, бізге негізі аниматор болу керек. Таксовать еткеннің өзінде осындай ақша тауып тұрмыз ғой. Ойлашы? Тасыншы, кішкентай олар ұқсап. Біздің көреді. Біз сол киімнің ішінде болмаймыз ба? Ойла енді қара. Күніне 150 мың. Айына қанша сағат ал? Алис, осылай түңіліп отыра берсең, бұның соңы ешқандай жақсылыққа апармайды. Ештеңеге қарамастан жетістікке жетіп жатқандар көп қой. Олардың қолынан келі, значит, сенің не қолынан келеді. Ты чё? Сен вообще мені естіп жатсың ба? Айтып болдың ба? Ну, Алиса, тыңдашы енді. Айтып болсаң есік сыртынан жапшы. Ладно, Алиса. Қалай досым? Реклама өлген жоқ бес па, а? Далбансың ба сен? Не болды? Неге біреудің афишасын үстіне апарып жасырып жатсың оны енді? Енді досым қарашы. Мыналардың барлығы звездалар емес па? Бұлар реклама ілмесе де халық жиналады ғой. Ал бізге реклама ауадай қажет. Мына жерге неге менің номерімді жазасың сен? Енді досым, өзің кішкене ойланып қарашы. Сенің жауапкершілік маған қарағанда деген мол, зор, әр нәрсеге серьезно қарамайсың да? Қоя қойшы. Просто сен қарыздарың көп қой. Ұстап қалғанда қорқушысың ғой сен. Мойындашы. Одан емес, одан Неге саған одан емес? Уже мане. Драма театрға неге келдік? Осыларда бар ғой явно костюм. Точно? Конечно.
тас қараңғы. Адам бар ма ше? Олай болса, Аяқта біреу бар. бүгіннен бастап бар Ассалаумағалейкум, брат. Біздер анау арендаға костюм алайын деп едік қой. кетіңдер. Түсінбедім. Кетіңдер деген қойылым жүріп жатыр, қойылым. Сіз кімсіз? Хан. Кешіріңіз, хан ием. Қызым, жаман шайып кеттік, ыржындама ше, болды. Қарашы тағы қай жерде бар екен. Екінші адреске баратын шығармыз. Осы жерден 300 метр. Былай қарай. Сен кеттік жүр. Тағы шайып кетпе. Ассалаумағалейкум, бауырым. Костюмдер бар ма? Бар, қандай керек? Аю бар, қасқыр бар, түйе бар. Шашын, түйесі несі? Иә, 2 адамдық костюм ма? Түйе дей ма? 2 адамдық костюм дейді. Қалай болады екен? Алдына тұрған адамды айтам да, жіберіп қойса. Не болады екен? Ақ түйенің ғана жарылған болады шығар. Күлкіні кіндіктен атып тұрды ғой. Алло? Алло, бауырым, бізде қиындықтар болып жатыр. Тойхана жылқы кіргізбейді екен. Енді қандай варианттар бар басқа? Жылқы кіргізбейді, Короче, братан, мынандай вариант бар. Қайырлы кеш, қауымдар мен мырзалар, ардақты ағайындар. Бүгінгі Азат баламыздың сүндет тойына қош келдіңіздер. Ендеше, құрметті қонақтар, сіздердің қошеметтеріңізбен той төріне Азат баламызды алдырайық. Алғыс қошеметтер. Сүндет тойы құтты болсын. Досым, бірдеме айтайын ба саған? Түсінбедім. Түсінесің. Бүгін міне гәудің Жей! Сонша итергеніз? Не істедің? Не лақтырып кеттің кішкентай баланы? Мал сен ғой шырт жіберген. Шыдамайсың ба? Қалай шыдайсың? Көзіміз ашып бара тұр ана. Сен кесірінен дымсыз қалдық бүгін. Уайымдама. Берсе қолынан, бермесе жолынан ғой конкретно. Ма? Далбан, суңқырлап кеткенсің ба сен? Енді вообще ақша берген жоқ қой енді. Жаймен қарашы, жаймен. Дым жоқ қой мына ішінде. Вообще ма не? Сен қуасың ба, бірдемесің бар ғой. Где сумка? Қайдағы сумка, братан? Вот она. Мына түйе салатын сумка. Да сюда, долбан, иди отсюда. Люди? Жүрсе. Кетші. Бля, по-любому ұсталасың оны. Жаңа өмір бастайым дебім, сен ойлауды тастайым дебім. Міне күн мен түн алмасты, қайтадан ұйқым қашты. Не десем де көнбейсің, неге сонша менсінбейсің? Сұрайтыным бір мүмкіндік, өлтірмеші үмітімді. Ё-моё, не болып кетті, а? Целый день ат болып кеттік қой, ат. Түйе болып кеттік те түйе. Иә, оның ар жағы болып кеткен болармыз. Жаман шаршатын бар ғой. Жаман бар. Досым, досым. Не? Өтініш болып тұрсың. 10 теңге бар ма? Жапан мнение келіп тұр маған.
Мені одан теріскі мнение бар. Қойшы, қандай? Кутың қышы, жат жолды ұйықтайық.